Бүгінгі күні біз Ақмола облысы білім басқармасы тарапынан балалар күніне орай және биылғы жылы балалар жылы деп аталуына байланысты интеллектуалды жарыстарда орын алған республикалық, халықаралық деңгейде өздерінің білімдерін көрсетіп, марапаттауға ие болған оқушыларды жинап отырмыз. Оның ішінде әсіресе республикалық осы олимпиадалар мен конкурстарда жүлделі орын алған және халықаралық деңгейлерде біздің облысымыздың, республикамыздың намысын қорғаған оқушыларға марапаттау жасаймыз. Осы жылдың қорытындысы бойынша марапаттауға ие болған біздің оқушыларымызға Ақмола облысы әкімі Ермек Боранбайұлы атынан 2 және 8 сынып оқушыларына арнайы жазғы демалыс күндері балалар сауықтыру орталығына арнайы жолдама табыс етіледі және 9-11 сыныптың оқушыларына қола, күміс, алтын медаль иегерлеріне арнайы ақшалай сертификат табыс етіледі.